Сондықтан мен бүгін сіздерге панкейктің рецебін айтатын боламын. Ендеше кеттік. 2 жұмыртқа керек. Разлихитель керек. Разлихитель керек. Примерно қазір мен сіздерге көрсетемін. Негізі бұған 1 миллиграммдағы қазір айтайыншы. Разлихительден 5 грамм құяды. Келесі заттамыз, сосын бұған тұз қосамыз. Шым тұз, сұйық май. Достар, мен телефоннан көріп отырған жоқпын, рецептерінің бәрін осындай неге жазып қойғаным ғой. Содан осының ішіне қарап отырмын. Мына жерде жазылып тұр, нормальмен панкейк. Соларды қосады. И қазір қант қосамыз. Ал ендеше кеттік жасай берейік. Қант? Мына қант. Мына тұр қант. Міне тұр. Қазір мөлшерін айтамын мен сіздерге. Мөлшері қант 30 грамм қосасыздар. 30 грамм жеме. 30 грамм қант қосасыздар. Ана жерге көмірдің ішіне саласайықшы. И осыны бір араластырып аламыз. Достар, разлихительден қосып аламыз. И барлығын бірге араластырамыз. Араластырамыз. Әрине бұны қант еруі маңызды емес. Себебі оны бәрібір қантты тұрады. Себебі біз оны араластырсақ та қант ерімейді. Қант еруі сондықтан маңызды емес. И келесі қосатын затымыз ол сүт. Сүттен 210 миллиграмм қосамыз. Қазір. Осының бәрін жақсылап араластырып аламыз. Мен бұлай араластырып алдым. Енді бұған шым тұз қосамыз. И бәрін жақсылап араластырамыз. Енді сұйық май қосамыз. 25 миллиграмм май қосамыз. Бірақ мен мөлшерін көбірек жасап жатырмын. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді ұн қосамыз. Ұннан 200 грамм қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кішкене қоюлау болу қажет. Достар, сұйықтығы осындай болу қажет. Надан енді көп панкейк шығады. Қажетті заттарымызды дайындап аламыз енді. Осындай панкейкті алғанға керек бұл. Таба керек. И панкейкті салғанға тарелка қажет. Достар, қыздырмағанша осындай отта қоямыз. Кішкене қызған соң осылай басамыз. Мен уже бастайын деп жатырмын.
Осындай формада қиямыз. Пісіруді бастаймыз. Қазір екені қызып жатыр. Жүдә піскеді. Рецептің астына жазып кететін боламын. Мен уже екінші соңғы жатырмын. Бірінші соңғы шықпады. Ну вот. Бұл екіден құйып көрем. Білейін секілді шығып, өте дәмді жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қазір мен сіздерге бір-екеуін көрсетемін, бүйтіп шөлі қалай шығатынын. Менікі кішкентай болып шығарады, мен не болса кішкентай болып пісіремін, етімен әрі ыңғайлы. Өзінің орнысын сақтайды. Достар, мен мына пісіріп жатқанын күйіп кетті, қараңыздар. Мінекей достар, сонымен бізде өте дәмді панкейктер шықты. Жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.